дайын кнопкалы немесе резиналы осындай орамал тігіп үйренгілеріңіз келетін болса, осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Сіздермен бірге шебер перизат. Каналыма қош келдіңіздер. Егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал бізге керекті материалдар, ол созылмалы материал болған жақсы. Мен трикотаж матасын алдым, және де шетіне қоюға осындай гипюр матасын қолданып жатырмын. Және де мойны жеріліп тұру үшін 40 сантиметр бізге резина керек болады. Және де кнопка немесе түймелер. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша ең алдымен матамызды осылай екіге бүктеп аламыз. Жалпы бізге мата шығыны 1 метр. Менде матамның шеті кішкене қисық болғандықтан ол жерін линейкамен түзулеп алдым. 50 сантиметр белгілеп алдым. Және де бүктелген тұсынан 80 сантиметр өлшеп алдық. Бұл жерде ескеретін жайт, егер де сіздер одан да ұзын болған қаласаңыздар, арт жағы түсіп тұрған қаласаңыздар, одан да ұзын алсаңыздар болады. Ал егер де қысқалау болған қаласаңыздар, бір 60 сантиметр алсаңыздар да болады. Мен көкірек тұсын жауып тұрғанын қаладым, сондықтан 80-де 50 етіп осылай пішіп алдық. Видеода көрсетіліп тұрғандай қиып аламыз. Артық жерлердің бәрін алып тастаймыз осылай. Енді біз мына сол жақ шеттегі 50 сантиметрді 2 сантиметр шетінен қайырып, бұл бізде басымызға киілетін тұсы. Осы жерін осылай ішке қарай қайырып тігіп аламыз. Егер де оверлоктарыңыз болатын болса, оверлоктар немесе распашивальный машинамен тігіп алуға болады. Болмаса, бұл жалпы трикотаж матасы көп сетінемейтін болғандықтан оған қатты қажет емес. Сондықтан мен оған ешқандай оверлоксыз жай әшейін тігін машинкасымен тігіп жатырмын. Және де трикотажды тігетін кезде көп қыздар енді бастап жатқан болсаңыздар, арнайы трикотаж матасын тігуге арналған инені қолданыңыздар. Енді сол бүктелген жерімізден төмен қарай 27 сантиметр өлшейміз. Және бүктеменің тура үстінен, бүктелген жерінен солға қарай 38 сантиметр өлшейміз. Бұл біздің арқа жағы, төбесі, яғни осы екеуін плавно осылай доғал тәрізді етіп қосып аламыз. Бұл жерде біз қазір резина тігетін боламыз. Осы резина тіккен кезде ол біздің басымызға жиналып, жиырылып тұратын болады. Мен осылай ине қойып алып, екінші шетіне де осы немізді, сызған сызбамызды көшіріп алу үшін, екінші шетіне де көшіріп алу үшін осы әдісті қолданамын инеменен. Егер сіз өзіңіздің басқа әдістеріңіз болса, солай да қолдана берсеңіздер болады. Енді жаңа өлшеп алған 40 сантиметр резинамызды дәл ортасын тауып, бүктелген тұсынан осылай белгілейміз, шетіне қойып, резинамызды қаты тартып отырып, бағанағы сызған көк сызықтың үстінен жақсылап осылай тігіп шығамыз, резинамызды тартып отырып. Менде сызған борым, ол осындай арнайы бор, ол ақматада сызған кезде де кейін кетіп қалады. Ручкамен емес сызбаңыздар, егер ақматамен жұмыс жасайтын болсаңыздар, ол кетпей қалуы мүмкін. Сондықтан ескеріңіздер. Енді мен орамалымның астын осылай оверлоктап алдым. Және де сол жерге өзіміздің осы әдемі шілтерімізді қойып тігіп шығатын боламыз. Мен шілтерді 2 метрде алдым, артығын кейін қиып тастай саласыздар. Ең бастысы кішкене артықты ала берсеңіздер болады. Өйткені орамалдың сіздер ұзындығын, арт жағын қалай өлшейсіздер, соған қарай шығыны кететін болады. Егер қаласаңыздар оверлоктамай-ақ дәл осылай шілтерді бірден тіге берсеңіздер де болады. Торын не болмаса, торсыз да жай әшейін өзін тіксеңіздер де болады.
бұл әркімнің өзінің қалауы бойынша. Енді осы жерге біз кнопка тігетін боламыз. Егер автоматты пресстеріңіз болатын болса, сонымен жасасаңыздар да болады, немесе түйме қоюға да болады, егер кнопкаларыңыз болмаса. Мен 2 кнопка қададым. Және де бір ескеретін нәрсе, қыздар тура резина тігілген жерге бір кнопканы қойып жүрсеңіздер жақсы болады екен. Өйткені мен тік болған кезде қарасам, сол орамалды киген кезде сол кнопка резина тігілген жер кішкене ашылып тұрады екен. Өйткені резина тартылады ғой. Сондықтан мүмкін болса тура сол резинаның үстіне де бір кнопка қадап жүрсеңіздер тіпті керемет болады екен. Мінекей біздің орамалымыз дайын. Бар жоғы бір жарты сағаттың ішінде бір дайын орамалды осылай тігіп алуларыңызға болады. Және де ішіне скафандрмен дәл осылай киіп кете берсеңіздер болады. Және де оның бір жақсы жері, ақ түсті етіп осылай кең етіп тіксеңіздер, әжелерге кимешек ретінде сыйлауға да болады. Сіздермен бірге болған шебер Перизат. Каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Және де сіздерді алдағы уақытта жақсы, пайдалы осындай тегін мастер-класстармен бөлісіп отырамын.